Екінші сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енен дұрайын, кен қолтық шүлдіреген тәжік арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үке десіп шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десенші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башал жіп ноғай деп орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсен шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малынды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған сонда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қағазға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнін, шақшы аяғын білән пұшыратырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып зор болғандыққа сері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, күңі, құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? Абай атамыз екінші қара сөзінде өзінің бала күнін еске түсіріп айтады. Мен бала күнімде көп естуші едім. Қазақтар біздің сартты көрсе, орысты көрсе, ноғайды көрсе, яғни басқа ұлттарды көрсе күлуші еді. Сарт дегеннің енен дұрайын, кен қолтық шүлдірген тәжік деп, қамыс артқан, бұтадан қорқады. Олар көз көргенде әке үке десіп шығып кетсе қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп айтатын. Ноғайды көрсе боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ол ноғай, солдат ноғай, жаяу жүрсе демін алады деп ноғайға күледі. Орысты көрсе орысқа күледі. Ауылды көрсе шабады олар, сасыр бас орыс деп. Орыстарға не айтсам да сеніп қалады деп күлуші еді. Сонда мен ойлаушы едім, сонда барлық халық жаман, біз ғана, қазақ қана антұрған емес, күшті халық екенбіз ғой. Ең тәуір халық осы қазақ халық екен ғой деп мәз болып қуанып қалатынмын. Енді қазір қарап тұрсам, сол сартқа неге күледі? Сарттың еңбегі өте зор, егін егеді, неше түрлі жеміс өсіреді, саудалары күшті жүріп тұр, қалалары да жауласпайды бір-бірімен. Орысқа қарасан, орыс барлық жұмысты жасайды. Сол әке балаға қимайтұғын малынды да сол орыс айдап әкеледі. Орысқа қарасан, орыстың өнерлері де күшті. Бізден олар көп үйреніп кетті орыстар. Үлкен байлар да, молдалар да, ептілік, қырмызылық та, сыпайылық та, осылар да, орыстар да. Ал ноғайға қарасам, ноғай өте төзімді халық екен. Жаңа солдат
болуға да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молдалық, медреселік жасауға да шыдайды, дінде сақтанады, еңбек етеді, мал табудың әртүрлі жолдарын тауып еңбектенеді, салтанат, әсемшілік барлығы соларда дейді. Енді біздің ең байымызды сәнін, шақша аяғын білән, сасық қазақ деп үйінен қуып шығады олар. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, соның пайдасы. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз олардың құлы болып өмір сүруге де жоқпыз. Яғни басқа халыққа, басқа адамдарға күлмей, жамандығын айтып, кемшілігін айтып күлгенше, өзінің бойындағы жақсы қасиеттерді арттыруға тырысу керек. Біреуге күлмес бұрын өз-өзіне қарау керек бірінші. Сен қандайсың? Олардан қай жерің артық деп ойланып сөйлеу керек.